Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Асет. Бүгін біз Майнкрафттағы скинді қалай ауыстыратынын көрсететін боламыз. Сіздер ол үшін сіздерге Master Della Minecraft PB деген керек болады. Оны қайдан бастырамын десеңіздер, оны бұл емліктен бастырасыздар. Қазір сіздерге мен тауып беремін. Короче, достар, бұл модты жазасыздар, сіздерде алдарыңызда шығады карты мод скини Della Minecraft дегенді бастырасыздар. Мен оны бастырып қойғанмын, кіреміз салған, короче. Так, міне сіздерде постройка, карта, короче, бәрі бар, мына текстуры, CD, аддоны, короче, бұларға кірмейсіздер. Міне ортасындағы скинны деген басасыздар. Сосын достар, міне осы жақтан қалаған скиндеріңізді ала берсеңіздер болады. Ала берсеңіздер болады, короче, міне мына девочка бар, монстрдікі бар, мальчики дегендікі бар, персонажи, короче, мына көп герой деген, мынау храбрение, мынау челепаук, анау білмеймін, анау не анау, короче, көремін, бәрі. Мен бұл жақтан мен панданы алғым келіп тұр. Установить скин деген басасыздар. Міне жақты галеру емес, Майнкрафттен басасыздар. Ой, реклама шықты. Короче, сосын открыть Майнкрафтқа кіресіздер. Открыть Майнкрафт басасыздар, короче. То есть, так, қазір кіреді. Так. Короче, достар, Майнкрафтқа кіресіздер, осы көздейсіздер. Міне профиль дегенді басасыздар. Міне осы жерде редактировать персонаж дегенді басасыздар. Так, енді сіздерде приберет мынаны басасыздар. Міне сіздердің мен уже біршама скин танымдап тастағанмын. Ол жерден міне, короче, міне осы менің панда скинім. Панда, міне, короче, естіп таңдай беруге болады. Ал сіздер видеоны лайк басайық, артаға тіркелейік. Бұл мен айтқан жаңағы программа көмектессе лайк басыңыздар. Ал давайте сіздер осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.